2 тамыз 2023 жылға арналған жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып біліп отыру үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сол кезде сіз бірінші болып еститін боласыз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты ашуға берілмеңіз. Бүгін сіз әдеттегіден гөрі ашушаң боласыз, және ол қайда апарады деп алаңдамай, өткінші импульстарға беріле аласыз. Жақын жерде сізді бөртпе әрекеттерден сақтауға тырысатын адам болса жақсы. Оның кеңесіне құлақ ас. Қолма-қол ақша түсімдері болуы мүмкін, оның ішінде күтпеген көздерден. Кейбір тоқтыларға олар шынымен алғысы келген жұмыс ұсынылады. Бизнеспен айналысатын белгінің өкілдері кірісті арттырудың қарапайым, бірақ тиімді жолын табады. Торпақ, неліктен бұлай әрекет ететініңіз басқаша емес, басқаларға әрқашан түсінікті бола бермейді. Бұл үшін оларға ренжімеуге тырысыңыз. Бастапқыда сіздің көптеген идеяларыңыз басқа адамдарға тым батыл, қауіпті немесе күрделі болып көрінеді. Бірақ егер сіз өз жоспарыңызды жүзеге асыра бастасаңыз, жақын арада көмекшілерді табасыз. Қиындыққа тап болуы мүмкін, бұл күні қағазбастылықпен айналысатын торпақ мемлекеттік ұйымдарға жүгінеді. Сіз әлі де қалаған нәтижелерге қол жеткізе аласыз, бірақ бұл сіз күткеннен сәл ұзағырақ уақыт алады. Егіздер, сізді қызықты кездесулер мен маңызды әңгімелер күтуде. Сақ болыңыз, пайдалы ақпаратты бүгінде ең күтпеген көздерден алуға болады. Бұрын сізбен алыс және сақ болған адамдар енді қарым-қатынаста бастамашыл болады. Мүмкін сіз олармен достасасыз, немесе бірлескен әрекеттерге келісесіз. Шешім қабылдауға асықпаңыз, әсіресе жеке қарым-қатынасқа және кейбір отбасылық мәселелерге қатысты. Алдымен ойға келген идеялардың шындыққа айналуы екіталай. Бірақ егер сіз мұны сабырлы түрде ойласаңыз, не істеу керектігін түсінесіз. Шаян, іскерлік қарым-қатынаста қиындықтарды болдырмау оңай болмайды. Тіпті бұрын жақсы араласқан адамдармен қарым-қатынаста қиындықтар туындауы мүмкін. Әдеттегіден жиі сіз қажетсіз кеңестер мен сындарға алаңдайсыз, тіпті біреу сізге өз көзқарасын таңуға тырысады. Сізді пайдаланғысы келетіндерге қарсы тұруға дайын болыңыз. Жеке қарым-қатынаста мүлдем басқа көрініс дамиды. Мұнда үйлесімділік пен өзара түсіністік орнайды. Достармен кездесу әсіресе жағымды болады. Күтпеген сыйлықтар, жағымды тосын сыйлар жоққа шығарылмайды. Арыстан, сақ болуға тырысыңыз, және одан аулақ бола алсаңыз, тәуекелге бармаңыз. Бұл күн өте шиеленісті эмоционалды фонмен ерекшеленеді. Басқалармен тіл табысу әдеттегіден қиынырақ болады, өйткені кейде олардың әрекеттерінің мотивтеріне мүлдем түсініксіз болады. Таңертеңгі оң үрдістердің әсері күшті болуы екіталай, бірақ уақыт өте келе ол айтарлықтай байқалады. Сондықтан маңызды істерде асықпаған абзал. Егер сіз оларды түстен кейін қалдырсаңыз, онда табысқа жету мүмкіндігі жоғары болады. Қазіргі уақытта ақшалай түсімдер болуы мүмкін, оның ішінде күтпеген көздерден. Бикеш, бұл күн жұмыста сәттілікке уәде береді. Сіз өз бетіңізше әрекет етесіз бе, әлде біреудің көмегіне жүгінесіз бе, маңызды емес, кез келген жағдайда сіз қалаған нәтижеге тез қол жеткізе аласыз. Бір аптадан астам уақытқа созылған келіссөздер сіз үшін ең қолайлы жолмен аяқталады. Жасалған мәмілелер пайда келеді. Жеке қарым-қатынаста жақсы күн болады. Отбасылық бикештер жақын адамдармен ортақ істерді талқылай алады, барлығына ұнайтын шешімдерді таба алады. Романтикалық кездесуге баратын белгінің өкілдерін жағымды тосын сыйлар күтіп тұр. Таразы, әрине, сіз бизнесте бастаманы қолға алғыңыз келеді. Бұл үшін ең қолайлы күн болады. Сіз ойлап тапқан идеялар барлығына дерлік ұнайды. Бұрын сіздің ұсыныстарыңызға жауап беруге құлықсыз болған адамдар енді өздері қолдау көрсетеді. Олармен дос болып кетуіңіз әбден мүмкін. Ал романтикалық қарым-қатынастың басталуы әбден мүмкін. Есіңізде болсын, күннің бірінші жартысы маңызды кездесулер мен салмақты әңгімелер үшін қолайлы, ал екінші жартысы шығармашылық белсенділікке, оқуға және қиялыңызға ерік беруге мүмкіндік беретін кейбір әрекеттерге қолайлы болады. Көңіл күйді жақсарту үшін күнделікті істерден қысқаша алшақтау жеткілікті. Саршаян, күн көп нәрсеге толы болады, ал кейбіреулері өте қиын болуы мүмкін. Бірақ сіз қиындықтардан қорықпайсыз, және өзіңіздің қабілеттеріңізге деген сенімділікті бір минутқа жоғалтпайсыз.
Бұл сізге табысқа жетуге көмектеседі. Кейбір скорпиондар жаңа одақтастар табады. Бұл жерде белгі өкілдерінің сүйкімділігі көмектеседі. Олардың қолдауынан ешкім бас тартқысы келмейді. Ықтимал ақша түсімдері. Олар кішкентай болуы мүмкін, бірақ олар өте пайдалы болады, өйткені олар сізге және сіздің жақындарыңызға ұнайтын нәрселерді сатып алуға мүмкіндік береді. Кеш күтпеген ұсыныстардың уақыты. Олармен келісу керек пе, оны интуиция сізге айтады. Берген күн қиыншылықсыз болмайды, және олар әсіресе бизнес саласында болуы мүмкін. Бірақ шешілмейтін мәселелер болмайды, ал қалғандарын тамаша жеңесіз. Жұмыста сіз тәжірибе мен парасаттылыққа сенуіңіз керек, олар басқалардың кеңестерінен гөрі пайдалырақ болады. Маңызды кездесулер мен көпшілік алдында сөз сөйлеу жақсы өтеді, сіз көпшілікке жағымды әсер қалдырасыз. Жеке қарым-қатынаста кейбір үлкен өзгерістер екіталай, бірақ оң үрдістердің әсері әлі де айтарлықтай байқалады. Түстен кейін әдеттен тыс кездесулер ұзақ уақыт есіңізде қалуы мүмкін. Тәуешкі. Уақытты ұсақ түйекке жұмсамаңыз, асығыс болсаңыз, бүгін бірнеше маңызды міндеттерді шеше аласыз. Рас, мұны өзіңіз жасауыңыз керек, сізге ешкім көмектесе алмайды. Бірақ уайымдамаңыз, сіз өз бетіңізше жақсы жұмыс істей аласыз. Жұлдыздың ең көрнекті табыстары коммерциялық қызметпен айналысатын немесе бүгін үлкен мәмілелер жасауды жоспарлаған тәуешкілерге уәде етілген. Қаржылық мәселелерді шешуге қолайлы күн болады. Көптен келе жатқан жоспарларын жүзеге асыруға ден қойғандар мен шағымдануға негіз болмайды. Су құйғыш күннің басында туындайтын қиын міндет сізді қорқытпасаңыз, сіз көп нәрсеге қабілетті екеніңізді көрсетесіз. Бұл сіз үшін жаңа болуы мүмкін, бірақ сіз онымен қалай жақсы күресуге болатынын тез анықтайсыз. Бұрын аз адамдар білетін таланттарыңыздың барлығына пайдалы болуы мүмкін. Мүмкін олардың арқасында сіз өте қызықты ұсыныстар аласыз. Сүйіспеншілік белгісінің өкілдеріне жағымды тосынсыйлар күтеді. Бұл күн романтикалық кездесу үшін өте қолайлы. Ерекше нәрсені ойлап табудың қажеті жоқ. Сіз біраз уақыт бірге болсаңыз да, көптеген жарқын эмоцияларға ие боласыз. Балықтар, маңызды жаңалық болуы мүмкін. Рас, сіз оларды ең қолайлы сәтте ала алмауыңыз мүмкін. Мысалы, сіз қандай да бір қиын және талапты іске батырылған кезде жаңа ақпаратты жіберіп алмауға тырысыңыз. Бұл сізге жоспарлар жасауға және дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Шағын ақша түсімдері, сәтті транзакциялар мен сатып алулар болуы мүмкін. Жалпы серіктестермен және басшылықпен қарым-қатынаста шиеленіскен сәттер жоққа шығарылмағанымен, іскерлік тұрғыдан күн жаман болмайды. Сізден талап етілетін ең бастысы арандатушылыққа бой алдырмау, ұстамдылық пен мейірімділік. Бұл елеулі проблемаларды болдырмау үшін жеткілікті болады.